Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында творожный пирог жасайтын боламыз. Алдымен бізге ұнымыз қажет болады. Ұнымызды жақсылап салып, сосын сармайымызды өткізгіштен өткізіп, ұнымыз бен сармайымызды жақсылап уқалап үгітіп алатын боламыз. Сосын разрыхителімізді саламыз. Сосын құмшекерімізді саламыз. Құмшекерден көз мөлшермен, бәрін көз мөлшермен істеп жатырмын. Сосын 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Әрі нәзік, әрі өте дәмді, песочный қамыр болып шығады. Жұмсақ болатыны, қолға жабысатынды. Бұны алып тындырып қоямыз. Сосын бізге творогымыз қажет болады. Творогымызды салып, құмшекерімізді саламыз. Бұған да көз мөлшермен істеп жатырмын. Көз мөлшермен салып жатырмын. Құмшекерімізді салып, сосын бұған да 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқамызды салып, творог, құмшекер, жұмыртқа бәрі бір масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болады. Творогымыз еріп, жұмыртқамыз, шекеріміз бәрі бір-біріне сіңіп тұрады. Сосын араластырып болған соң, ана қамырымыздың 2 бөлікке бөлеміз. Бірін үлкенде қоямыз, бірін кішірек бөлігін алып қоямыз. Сосын қамырымызды жақсылап қолдың көмегімен жайып, бағанағы творогымызды салатын боламыз. Творогымызды салып, біркелкі етіп, творогымызды жайып шығамыз. Өте керемет болып шығады. Міне, сосын бағана кішкентай қамыр алып қойған қамырымызды үстіп кесіп аламыз. Пышақпен немесе мен сияқты бүйтіп бауырсақ кескішпен кессеңіздер де болады. Мен осының көмегімен кесіп алдым. Сосын ана үстіне жақсылап кубик ретінде қойып шықтым. Міне 180 градуста 35-40 минутта піседі. Жұмсақ, нәзік болып пісті. Арасы да өте таза піседі. Міне, қараңыздаршы, қандай керемет. Жұмсақ.